Қайырлы кеш қыздар. Мен бүгін кешкі асқа ерекше етіп тамақ дайындайын деп жатырмын. Менде жылқының еті, яғни бізде шағын отбасы болғандықтан өзімізге осы ет жетеді. Алдымен етті осылай турап аламыз. Майды қыздырып, әбден қызғасын, жаңағы етімді саламын. Етімді қуырып, оған өзімнің қалағанымша дәмдеуіштерді саламын. Мен қызылбұрыш саламын деп шештім. Өте көп емес, кішкене ғана. Томат пастасын қосамын. Томат пастасын аздап қосып, астын сәл басыңқырап, отты басыңқырап, қайнатып аламын. Қуырамын, яғни. Қақпағын жауып қойып, мен басқа ингредиенттерді дайындай беремін. Менің етім бұқтырып қойдым. Пока ол пісемдегенше мен қажетті заттарды дайындай беремін. Яғни мен сәбіз қосамын. Екінші ингредиентіміз бұл картошка. Картошканы мен бір ғана сәбіз қостым, ал картошкадан 5 түйір картошка қостым. Жуып, тазалап, кубик қылып турадым екеуінде. Негізі капуста қосса да болады, әркім өзіне ұнайтын қоспаларын қосса болады. Қыздар, айтпақшы, менің каналыма тіркеліп, подписацияны басып, лайк басып, колокольчикті қосып қойыңыздар. Себебі мен келесі видеомда өте ерекше тамақтың түрімен сіздерді таныстырамын. Менің видеоларымды, пісірген тамақтарымды әрдайым бақылап отыру үшін маған тіркеліп қойыңыздар. Етімізді біраз қайнатқаннан кейін бірінші сәбізді салып, кішкене бір 5 минуттай қайнатып аламыз, араластырып. 5 минут қайнағаннан кейін картошкамызды салсақ болады. Сәбізім 5 минуттай қайнады, енді картошкамды саламын. Картошкамды да піскенше, әбден піскенше қайнатамын. Міне менде осындай подлива қайнап жатыр. Мен тамаққа тұз қоспаймын, себебі менің етім тұздалған, тұзы көбірек тұздалған, сол тұз жетеді. Және өзіме ұнайтындай 2 лавр жапырағын қосып қайнатамын. Менің подливым пісті, оны қазір мына ыдысқа бөлек салып аламын да келесі ингредиентімді саламын. Және ең соңында бұл тамақтың аты қандай екенін айтамын. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Бұл ерекше тамақта сіздерде осылай дайындауды үйренесіздер. Міне бұл менің ең соңғы қосатын қоспам, кәдімгі ең тез пісетін рожки. Сонымен қыздар, менің тамағым дайын. Кәдімгі рожки тамақ, бірақ ерекше етіп, осылай рожкиін суға асып, бөлек пісіріп алдым. Оның үстіне бағанағы подливтерімді қостым.